Біздің мектеп былай қарағанда біздің екінші үйім сияқты ғой. 2015 жылдан бастап осы екінші мектепке кіріп жұмыс істеп жатырмыз. Жұмыс жақсы. Егер парта сынып қалса, парталар жөндейміз, отырғыштар жөндейміз, қолынан келгенше. Батарея жағында отоплениелерін қараймыз, тоже сол слесарный жұмыстарды жасаймыз. Трудовой деятельность айтады ғой. Мен сол турбозационный завод монтажнары сияқтыдан бастадым. Қазақ телекомда да істеп кеттім. 3 жылда істедім Қазақ телекомда. Потом спирт заводталарда істедім. Потом уже сөйтіп жайлап уже мектепке келіп, уже осы мектептен уже тоқтап қалдым. Осы жерде көбісі таңғалады, айтады, неге мына жақта тоқтап қалдым, басқа жер неге қарамайсыз? Мен айтамын, мен бойымша мектепте жұмыс жақсы негізі. Неге басқа жұмысқа бармайсың? Қай жерде айлығында да нормально көбірек болады, вахтаға неге бармайсың? Мен айтамын, ол біздің мектеп былай қарағанда біздің екінші үйім сияқты ғой. Балдар мына жақта көбісі былай, егер бәріміз келіп қалып, балдарға мына жақта көмек кім береді? Кім жұмыс істейді мына жақта? Жоқ, өкінетін ештеме жоқ, былай шын айтқанда. Егер маған осындай бір возможность түскенде, айтады ғой, заново прожить свою жизнь дегенде, тап осылай бәрін өмір сүретін едім, ештеме өзгертпей. Өткен маған өзімнің өмірде бәрі ұнайды.